Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 75-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы бізде табыс септігі. Бүгінгі сабақта біз тыңдаған мәтіндегі кейіпкердің әрекетіне өз пікірімізді білдіреміз және табыс септіктің жалғауларын білетін боламыз. Бізге 51-ші жаттығуда мәтін берілді. Алдымен мәтінді оқиық. Таңертең ерте оянып тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем, жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұша алмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалмажан жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып айбат шекті. Аяғынан ұстадым да қармақтан босаттым. Бір саңқ етті де, арғы беттегі жасыл құрақтың ішіндегі қиқу салып, мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп аққулар аспанға көтерілді. Енді бізде тапсырма берілді. Балалар тыңдаған мәтін бойынша баланың әрекетіне өз пікіріңді білдір дейді. Менің ойымша, бұл бала дұрыс істеді, себебі ол аққуға тиіспей, оны босатып жіберді. Аққу киелі құс деп бекер айтпаған. Бала аққудың өз сыңарына қосылуына көмектесті. Келесі бізде 52-ші жаттығуда сөйлемдерді көшіріп жаз делінген. Бізге 3 сөйлем берілді. Бірінші сөйлем: халық аққуды киелі құс деп есептейді. Аққуды қармақтан босаттым. Аққулар өзен жағасын әнге бөледі дейді. Осы сөйлемдер бойынша табыс септігіндегі сөздерді тап дейді. Бұл сөйлем бойынша бізде аққуды табыс септігіндегі сөз, яғни түбірі аққу, ды табыс септігінің жалғауы, яғни нені деген сұраққа жауап береді. Енді балалар табыс септігінің ережесіне тоқталып өтейік. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н, н, т, д, т, т жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды. Енді бізде 53-ші жаттығуда сөздерді оқып топта делінген. Сөздердің қандай белгісіне қарай топтастырдың? Топтардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндір дейді. Осы берілген сөздерді 4 топқа бөлдім. Яғни атау, ілік, барыс, табыс септіктеріне. Атау септігіндегі сөздер от, су, эколог, жанартау. Ілік септігіндегі сөздер найзағайдың, күннің. Барыс септігіндегі сөздер атама, әжеге. Ал табыс септігіндегі сөздер ұшқышты, желді, бағбанды және даласын. Келесі бізде 54-ші жаттығу. Берілген сөздерге табыс септік жалғауын қосып сөйлем құрап жаз. Бізге 4 сөз берілген: құс, су, күн, өсімдік. Осы сөздерді табыс септігіндегі сөздердің қай сөзбен байланысып тұрғанын айт дейді. Және бізге сызба берілген. Сызбаны пайдаланып болса, сен өз пікіріңді дәлелде дейді. Бұл табыс септігіндегі сөз, өйткені ол кімді, нені деген сұраққа жауап береді және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр дейді. Осы сызбаны пайдаланып балалар сөйлем құрастырайық алдымен. Мен ауладағы ағаш басынан үлкен құсты көрдім. Суды босқа ысырап қылуға болмайды. Күнді қара бұлттар торлап жапты. Арман бақшадағы өсімдіктерді суарды. Осы 54-ші жаттығу бойынша құсты, суды, күнді, өсімдікті сөздер, бұлар табыс септігіндегі сөздер. Өйткені олар нені деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше толықтауыш қызметін атқарып тұр. Келесі балалар бізде 55-ші жаттығу. Мақал-мәтелді оқып табыс септігіндегі сөздерді жаз дейді. Айдындағы аққуды ақылды мерген атпайды. Шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды. Табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрған анықтап бір-біріңе түсіндіріңдер дейді. Табыс септігіндегі сөздер аққуды, тағаны, тұлпарды. Бұл сөздер сөйлемде толықтауыш қызметін атқарып тұр. Осымен балалар, бүгінгі біздің 75-ші сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер.